Әйелдің дауысы қандай болу керек? Жалпы ер кісіге қандай әйелдің дауысы ұнайды деген бір сұраққа кезіктім. Енді дәл осы сұраққа жауап бере кетсем, ер кісіге ащы дауыс ұнамайды. Ең әуелі қатты, ащы, жоғары дауыстар болады ғой, шаңкілдеп, шиқылдап шығатын дауыстар ұнамайды. Екіншісі, бұл бұйырып сөйлейтін дауыстар ұнамайды ер кісіге. Оны енді барлығымыз білеміз деп ойлаймын. Үшіншісі, бұл ыңырсып сөйлейтін дауыс, ол жасанды дауыс. Ер кісіге ұнаймын деп, керісінше жасандылықпен ол дауыс ұнамай қалатынын кейде әйелдер түсінбей жатады. Ең әдемі дауыс бұл жылылығы бар дауыс. Түсінікті, нақты, тоқетері бар әйелдің дауысы. Мысалға, көбінде әйел адамдар біз көп сөйлегенді ұнатамыз, бір әңгімені мысалға толығымен басынан аяқ айтып бергенді ұнатамыз. Бірақ ер кісілер, олар кез келген жағдайды, бір ғана мәселені түсіну үшін ғана тыңдайды. Ал әйел адамдар біз түпнұсқасымен бірге басынан аяғына дейін айтсақ қана түсінеді деп ойлаймыз. Шынына келсек, ер кісілер тоқетерін ғана естігісі келеді. Мысалға, бір кикілжіңнің болмаса бір жағдайдың басын айтып, оның барлық егжей-тегжейін айтпай-ақ, сіздің ұнамай тұрған мәселеңіз, сізге көңіліңізден шықпай тұрған жерін ғана айтсаңыз, ер кісі сонымен ғана түсінеді. Сол үшін де көбінде әйел адамның көп сөйлегенін ер кісілер ұнатпай жатады. Әйел адамның дауысы зерттеулерге сүйенсек, ер кісіге тәттілігі, соның бір жылылығы, әдемілігі, құштарлығын оятады екен ер кісінің. Ол дегеніміз жан жүрекпен сөйлеу, тамақпен емес кеудемен сөйлеген дауыс ер кісіге жағымды екен және ер кісінің құштарлығын оятады дейді. Енді әйел кісілерге лайфхак болсын деп сіздерге бір пайдалы ақпарат бере кетейін. Әйел адамның ұйқысы неғұрлым қанған сайын дауысы соғұрлым төмен әдемі болады, тартымдырақ болады. Одан кейінгі міндетті түрде күнделікті жаттығу жасай отыра сіз даусыңыздың мінсіздігіне жетесіз. Сондықтан да күнделікті мен беріп жүрген менің парақшама тіркеліп алсаңыз, осы жаттығуларды жасай отыра сіздің даусыңыз мінсіз дауысқа айналады. Парақшаға пайдалы болса тіркеліп алыңыздар.